Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Айсұлу. Бұл видеода мен сіздерге осындай шоколадтан жасалған медальдің жасалу әдісін көрсететін боламын. Бұл шоколадный медальді біреуге алғыс білдіру ретінде сыйлауға болады. Мысалы, мұғалімдерге, тәрбиешілерге, жетекшілерге, тіпті дәрігерлерге де сыйлауға болады. Өте тез жасалынатын шоколадный медаль. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Ал енді жұмысымызды бастайық. Ол үшін бізге осындай силиконовый молд қажет. Спасибо за ваш труд деген жазу бар. Бұл силиконовый молд пищевой, яғни бұған шоколадты құюға болады, және осындай жұмсақ, жұмыс жасауға ыңғайлы, демолдинг жасағанға да ыңғайлы. Молдты жасап жуып, кептіріп жұмысқа дайындап аламыз. Және де темперированный розовый шоколад қажет, және де ақ шоколад қажет. Қазір розовый шоколадпен молдтың жан-жағындағы жапырақтарын құйып шығамын. Темперированный шоколадты осындай кондитерский мешокқа құйып алдым. Және де қазір ұшын өзіме қажетті мөлшерде қиямын да, формаға құямын. Формамызды аламыз да. Бір ұшынан бастап шоколадты құйып шығамыз. Осылайынан жан-жағындағы жапырағын розовый шоколадпен құйып шықтым. Енді осы шоколад қатқанша күтеміз. Сосын келесі ақ түсті шоколадты құятын боламыз. Неге біздің розовый шоколадымыз уже қатты. Енді үстінен темперированный ақ шоколадты құятын боламыз. Енді выемкаларына кондитерский мешоктың ұшын кіргізіп, бірінші жазуларын құйып шығамыз. Ақ шоколадты құйғаннан кейін артынан по вкусу осындай дробленый арахис, сублимированный ягодаларды себуге болады. Орехтардың басқа түрлерінде сепсеңіздер болады. Шоколадқа ерекше дәм береді, және де әдемі болып көрінетін болады. Осы күйінде шоколадымызды қатуға жібереміз. Біздің шоколадымыз уже дайын болды, мінекей қатты. Енді қазір демолдинг жасаймыз, яғни молдтан шоколадты алып шығамыз. Қолымызға өте перчатка киеміз и осылай шоколадтың айналасынан айналдырып отырып, осылай форманы босатамыз. Бір шетінен осылайынан шығамыз. Міне осындай әдемі бізде медаль шықты. Енді қазір бұны Қазір мен осы шоколадный медаліміздің жазуларын пищевой блюспен, яғни кондуринмен бояп шығамын. Сол кезде медаліміз өте ерекше, әдемі болып, көзге әдемі болып көрінетін болады. Ол үшін маған осындай кисточка қажет. Кисточканы пищевой сұйық блюсқа салып, осылайынан кітапшаны және де сөздерді және жапырақтың кішкентай детальдарын бояп шығатын боламын.
неге мен барлығын бояп шықтым. Осындай ерекше, әдемі, жып-жылтыр, прям сондай қымбат болып көрінетіндей болып шықты шоколадный медаліміз. Енді бұны коробкаға саламыз. Бұл шоколадный медальді мен осындай ақ 4 бұрышты 10-10 размердағы коробкаға саламын. Астынан осындай шоколадтың түсіне сәйкес келетін розовый түсте стишью қағазын саламын. Содан сол кезде біздің наборымыз, яғни шоколадымыз коробкада әдемі болып тұратын болады. Сосын үстінен осылай медалімді салып қоямын коробканың ішіне. Өте әдемі әрі ерекше болып шықты. Бұны және де өздеріңіз крышкасын жауып, лентамен әдемілеп байлап қойсаңыздар болады. Міне бізде осындай шоколадный медаль шықты. Өте әдемі, дәмді және ерекше. Бұндай сыйлықты сіз ешқай дүкеннен таба алмайсыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса әрі ұнаса лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Назар салып көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.